Қайырлы күн. Бүгінгі тақырыбымыз гипертонус. Гипертонус жалпы баланың бұлшықеттерінің шектен тыс жиырылуы. Ол 90% балаларда кездеседі. Алайда қалыпты жағдайдағы, яғни физиологиялық және де қалыпты емес гипертонусты ажырата білуіміз қажет. Бүгінгі видеода қазір балаға диагностика жасайтын боламыз. Каналға тіркеліп, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Қараңыздар, балада тонустың жоғары екендігін қалай білеміз? Ең алдымен қолдарына қараймыз. Қолын ашқан кезде, қимылдатқан кезде былайынан үзік толық ашып жиырып қимылдата алмаса, онда бұл тонусының жоғары екендігін білдіреді. Сондай-ақ баланың қолын былайынан еркін жаза алмайсыз. Қатты жиырылып алады. Бұл да тонустың салдары. Алайда тонустың өзінің дәрежесі болады. Жалпы балада физиологиялық тонус ол қай уақытқа дейін болады? Бала туғаннан 3 айына дейін, кейде 4 айына дейін бізде физиологиялық, яғни қалыпты тонус болады. Біртіндеп ол өздігінен қайтады. Алайда егерде қолын осылай қатты тасқып жұмып, мына бас бармағын ішіне жұмып, осылай тасқып бүгіп жататын болса, бұл балада тонустың қатты екендігін білдіреді. Яғни балаға 1,5 айынан 40-нан шыққаннан кейін массаж алып бастау қажет болады. Егерде бала осылай қолын бүгулі, алайда мына үлкен бас бармағы жұдырығының сыртында жататын болса, онда тонусы әлсіз түрде дегенді білдіреді. Ол біртіндеп 4 айына дейін өзі қайтуы мүмкін. Сондай-ақ аяғын толық ашып жазып қимылдата алмайсыз, аяғында қатты жиырып алады бала егер тонус жоғары болса. Және де 1 айға дейінгі баланы етпетінен ішімен жатқызып, осылай ұстайтын болсаңыз, басын бірден көтеріп алады. Бұл видеода 3 айлық бала басын еркін ұстап тұр. 1 айлық бала басын толық көтермеген болып саналады. Осылай 5 секундтай басын көтеріп ұстап тұрғаннан кейін бала қатты жылайды. Себебі бұлшықеті тартып, қайтадан өзінің басын түсіре алмағандықтан ауырсыну сезімін тудырады. Негізінен 1 айлық бала осылай басын қатты жиырып көтеріп ұстап алуы бұл тонустың жоғары екендігін білдіреді. Балада физиологиялық тонус өзігінен қайтпаса, 4 айынан кейінде егерде гипертонус байқаса, онда массаж қажет болады, кей жағдайда электрофорез алу керек болады.